Сәлеметсіз ба, Светлана Нұрғазықызы? Саламатсыз. Бүгінгі күні біздің Open Talk жобасының ең алғашқы сұхбатына қош келдіңіз. Ең алғашқы сұхбатымызды осы мектептің ұлағатты ұстазы, Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы, шебер ұстаз деп бісмілласын сізден бастайын деп отырмыз. Өзіңіздің осы ұстаздық жолдағы ең қызықты да кезеңдермен, ең қиын кезеңдермен, өзіңіздің осы шебер ұстаз жолына қалай жеткеніңіз бойынша бізбен өз студиямызға келгеніңізге үлкен рахмет. Ең бірінші сұхбатымызды бастамастан бұрын сіздің ұстаздық жолыңыз қалай басталды? Егер қайта таңдау мүмкіндігі болса, сіз мұғалім болар ма едіңіз деген сұрақпен бастағым келеді. Ең алдымен мына ашық алаң сіздің мына жобаларыңызға үлкен сәттілік тілеймін, Қарлығаш Келісқызы. Шынында да ұстаздық жолды мына ұлы біздің қаһарман Бауыржан Момышұлы атамыз айтқан ғой, ұстаз ұлы қызмет. Ұстаздық қызметті біз еш нәрсеге айырбастамауымыз керек. Өйткені бұл мені таңдап алған мамандығым. Сондықтан да осы ұстаздық жолмен бастар едім. Яғни ұлық емес, ұлы қызмет деп есептеуіміз керек. Сол ұстаздық жолдағы сіздің сабақ беретін пәніңіз қазақ тілі мен әдебиеті пәні. Соның ішінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнін таңдауыңызға не түрткі болды? Енді көркем әдебиет жан дүниесі, адамның рухани азығы деп есептесек, өзім бала күнінен ертегі тыңдап, радиодан, біздің тұсымызда радиодан ертегілер берілетін, соны тыңдайтынмын. Сонымен қатар әңгімелер, шағын әңгімелерді оқып, сондай қиялға беріліп, әдебиетке деген құштарлығым оянды. Осылай қазақ тілі мен әдебиетті таңдауыма себепкер болды. Светлана Нұрғазықызы, қазіргі күні сіздің еңбек жолыңыз қанша жыл болды осы мектепте істеп жүргеніңізге? Осы мектеп емес, жалпы мектепте істеп жүргеніңізге? Соның ішіндегі Мағжан ата мектебіндегі? Менің жалпы педагогикалық өтілім 45 жыл. Ең алғаш мектеп, яғни ұстаздық қызметімді бастауыш сыныптың мұғалімі ретінде бастап, осы мектепте 2000 жылдан қызмет атқарамын. Сонымен әлі педагогикалық еңбегім жалғасын тапты. Осы мектептің өзінде 26 жылдай жұмыс істеген екенсіз ғой? Арасында енді Назарбаев мектебінде жұмыс жасадым 2012 жылдары. 2018 жылдары 28 IT мектеп лицейінде 2 жыл қызмет істеп, қайтадан 20 жылдардан бастап осы Мағжан мектебімізде жалғасын тауып жатыр. Рахмет, Светлана Нұрғазықызы. Яғни сіздің 45 жылдық еңбек жолыңыздың ішінде енді миллиондаған дәптерін тексерген шығарсыз, миллиондаған шығарма тексерген шығарсыз, миллиондаған мазмұндама тексерген шығарсыз. Әрі диктант. Диктант міндетті түрде. Диктант. Әрине, бір сыныпта 30 оқушы десек, 25 оқушы десек, осы жылда шынында да аптасына 2 рет мазмұндама, шығарма, қазіргі уақытта эссе дейміз. Оны риза болып тексересің. Өйткені сол арқылы әсіресе эссе жазған кезде оқушының әр көңіл күйін танисың, ойын танисың. Оны қызыға өзің бірге оқушымен бірге ілесіп кетесің. Мынау қандай бала, мынау балаларды танисың, тұлғаны танисың. Дұрыс айтасыз, Светлана Нұрғазиевна. Тура осы кезде ойыма бір мынандай сұрақ келіп отыр. Жаңағы оқушының шығармасын тексере отырып, міне болашақ жазушы деген алдыңыздан өткен бала немесе шығарма болды ма? Әрине болды. Кейбір оқушы енді ашық болмайды ғой. Іште сақтайды, жасырын болады. Үйіндегі отбасының жағдайы да әсер береді. Сондай тұлғаны танисың да, о балаға басқаша көзқараспен, керісінше о баланы
тіпті жақын тартасың. Ондай балалар бұлақ көрсең көзін аш дейді ғой. Ондай оқушыларым менің көп болды. Тіпті республикаға дейін ғылыми жобамен жылына 3 рет барған оқушым болды. Бірінен өзінің көзқарасын танытып, мен мынандаймын, мен анандаймын, мынаны енді дәлелдеп тұрып, сондай өткір оқушыларым шыққанда мен қуанамын. Мгм. Ондай оқушыларым өте көп. М, Журналисттер шығып жатыр. мгм. Қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі болып жатқан Мгм. оқушыларым бар. Тіпті қазақ тілі әдебиет болмаса да мұғалімдік жолда таныған қызмет істеп жатқан шәкірттерім өте Мгм. баршылық. Басқа да қызметтер атқарып, Мгм. яғни менің басты міндетім ең бірінші адами тұлғаны тәрбиелеу. Мгм. Тәрбие мен білім істейміз ғой. Осыны сабақ беру барысында мен қатар алуға тырысамын. Яғни ойы ұшқыр, терең ойлы, мыңдаған баланы тәрбиелеп ұшырдыңыз ғой бұл өмірге. Иә. Мгм. Светлана Нұрғазықызы, сіз шебер ұстазсыз. Сол шебер ұстаз болудың құпиясы неде деп ойлайсыз? Шебер ұстаз болу деген ең алдымен ұстаз өзінен бастау керек. Өзін бірінші тәрбиелеу керек. Ол үшін сен ойың ұшқыр болу үшін іздену керек, тынымсыз еңбектену керек. Үнемі ізден, мен болдым, толдым емес, күнделікті сабаққа іздене отырып, сыныпқа кірген кезде сыныптың ахуалын байқауың керек ең бірінші. Оған арнайы уақыт керек жоқ. Ұстаз ретінде бір шолып өтсең, әр оқушының көңіл күйіне байланысты сен де солай сабағыңды жүргізесің. Сонда нәтиже болады. Мгм. Ең алдымен ұстамдылық керек. Алдыңа ұстаз мақсат қоя білу керек. Сол мақсатты жету үшін өзіңе талап қойып, сол үлкен жауапкершілікпен атқаруың керек. Сонда ғана сен шебер ұстаз болып танисың. Шеберліктен атақ емес, ол сенің алдыңдағы шәкіртіңнің әр тұлғаны тани білу, осы шеберлік. Бұл әр ұстазға қажет дүние. Мгм. Мгм. Дұрыс айтасыз. Бұл үлкен бір жауапкершілік, қоғам алдындағы жауапкершілік дейсіз ғой. Светлана Нұрғазықызы, қазіргі қоғамдағы білім беру саласындағы сізді алаңдататын қандай да бір мәселе бар ма? Алаңдататын нәрселер ол не? Мына ата-анамен, кішкене ата-аналар жауапкершілікті көбінесе мектепке артып қойып жатыр. Ал бұл жерде ата-ана, ұстаз, сынып жетекші, мектеп ұжымы бәрі бірлесе, оқушы сонда бір үлкен нәтиже шығады. Жауапкершілікті тек қана мектепке немесе қоғамға, мемлекетке артып қою болмау керек. Ата-ана осы үлкен жауапкершілікті бірінші өздері сезіну керек. Осы мені алаңдатады. Өйткені ата-аналар жұмыс басты болып кетеді, немесе отбасылық әлеуметтік жағдайға байланысты балаға барлығын сырып тастайды. Енді сол жағы шынында да мені алаңдатады. Иә, дұрыс айтасыз. Қазіргі уақытта мынау біздегі жасанды интеллекттің даму заманында, ақпараттық технологиялардың дамып тұрған кезеңіндегі осы балалардың кітапқа қызығушылығы төмендеп бара жатыр деп айта аласыз ба? Және сол балалардың кітапқа қызығушылығын қалай арттыруға болады? Иә, көркем әдебиетті жалпы сабақта өзінің мына әдебиет пәні бойынша, жалпы басқа да пән бойынша оқушылардың көркем шығарманы оқуға аса ниеті жоқ. Өйткені ұялы телефон, ол үшін ұстаз не істеу керек? Шағын ғана әңгіме айтып, кіріспе, қызықтыратын жерін бір үзінді келтіре отырып, ары қарай оқушыға не болады екен? Оқиғаның жалғасын тауып кел, немесе мына үзіндіні жаттап кел деп, менің көбінесе осы Бүтебаеваның технологиясын көп пайдаланамын. Әдебиет, өйткені маған қайтсем де ана шығармадан әйтеуір бір үзінді болса да танып біліп, өзінің ойын
айта білетіндей, бізге өйткені саналы ұрпақ тәрбиелеу керек. Өз пікірін, өз ойын айта алатын жеке тұлғаны қалыптастыру үшін үзінді, шығармадан үзінді бере отырып, ары қарай не болатын, сен қалай ойлайсың деп жетекші сұрақтар қою арқылы, кітаптан осы үзіндіні тапшы деп іздендіру арқылы сабақ өткізсең, әйтеуір бір нәрсе болса да баланың есінде қалады да, өзі ары қарай қызығып оқып келеді. Ол енді өзімнің тәжірибемде бар. Өйткені мен анандай көлемді романды берсем, ол оқымай келеді. А сен оның ішіндегі бір қызық болады, ары қарай не болады, жалғасын тап деп оқытсаң, немесе өзің ұнататын үзіндіні жаттап кел деп жақсы баға алуға тырысады сондай кезде. Тіпті оқи алмайтын бала, оқысы келмейтін бала, қызықпайтын баланың өзі селт еткізіп жасауың керек балаға. Міне осындай әртүрлі әдіс тәсілдерді қолданамын да, сол арқылы бала өз ой қызығушылығын оятамын дейсіз. Иә, рахмет, Светлана Нұрғазықызы. Сіз сұхбат барысында оқушыға да кеңесіңізді айтып жатырсыңыз, ата ананың тақырыбын міндетті түрде қозғап жатырсыңыз. Енді қазіргі күні мектеп табалдырығын аттаған жас маман, жас ұстазға қандай ақыл кеңесіңізді берер едіңіз? Енді қазіргі жас мамандар қуантарлық жайт, ер балалар көп келіп жатыр. Мен соған қуаныштымын. Білімді ер Иә, сондай мына неге қазіргі технология, ақпаратты бізді жаңарып жатыр ғой. Осыған, осы келіп жатқан жас мамандар сондай тез икемді ізденеді. Енді мен айтайын деген не? Іздене жүріп үйрену керек, үйрене жүріп үйрету керек. Яғни тынымсыз үлкен еңбекті қажет етеді. Шаршамау керек, шаршауды білмеу керек. Сол үшін өзіне жауапкер, қоғам жауапкершілікті осы болашақ балалар тәрбиелеуде ұстаздарға жүктеп отыр. Өйткені қоғамны, мемлекетті тәрбиелейтін біздің мұғалімдер. Сондықтан да мен жаспын, мен орта буынмын демеу керек. Бұл шаршауды білмейтін, іздене жүру керек, оқу керек. Өмір бойы оқып, жаңа технология, содан қалмай, қалыспай, ақпарат, күнделікті ақпаратты алып отыру керек. Шаршау дегенді білмеу керек. Отбасын бөлек, мектеп бөлек. Өйткені бұл мәртебелі мамандықтың иесі болғандықтан, киелі мамандықтың иесі болғандықтан, қоғамды тәрбиелейтін нағыз интеллигент дейміз ғой, осы педагогтар. Сондықтан да жас мамандарға айтатыным, ең алдымен келдің бе осы мұғалімдік қызметті, сен жүрегіңнен қалап келдің бе, сол үлкен сүйіспеншілікті таныту керек. Егер сүйіп, мамандығыңды қалай осылай келсең, жол жөнекей дейді ғой, былай, әйтеуір жалақы алу керек, сондай, ондайдан аулақ болу керек. Онда ешқандай еңбектің нәтижесін көрмейсің, өзің шаршайсың. Қызығушылық болмаса, ертеңгі күні мұғалім өзі ондай жолдан аулақ болу керек. Тек қана өз маманның иесі. Мен мұғаліммін, мен педагог ретінде осы қызметімді жауапкершілікпен атқаруым керек деп мақсат қою керек. Өйткені айтады ғой, ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға. Ұстаздық Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп айтады. Жалықпауымыз керек жас мамандар. Рахмет, Светлана Нұрғазықызы. Светлана Нұрғазықызы, сіз Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегерісіз. Ең алғаш кеудеңізге Ыбырай Алтынсарин төсбелгісін таққан кездегі сезіміңіз қандай болды? Және Ыбырай Алтынсарин төсбелгісі сіздің еңбегіңіздің жемісі ме? Әлде жауапкершілік пе? Ыбырай Алтынсарин медалінің иегері болу деген ілуде ғана алатын. Оған жету деген, мен енді ол маған медаль алмауым да мүмкін. Бірақ бұл менің мамандығымды сүйгенімнің арқасы ма деп ойлаймын. Тынымсыз еңбектің жемісі ме деп ойлаймын. Сондықтан да сондай бір
мына ыбырай алтынсарин медалі деген ол мұғалімнің үлкен несі ғой, таңбасы деп айтайыншы. Алтынсарин медалінің иегері болу деген енді одан сайын саған ұрпақты тәрбиелеуде жауапкершілік тартады қоғам алдында. Сондықтан мен тіпті жай ғана жүрмедім, мен жай ғана мұғалім емес, енді мен тіпті мына алтынсарин медалінің иегері болғандықтан маған ары қарай сену керек, ары қарай оқу керек, жаңа технологияны меңгеруім керек деген өзіме мақсат қойып, ары қарай алдыға қарай жылжи бердім. Өйткені олар бала алысқа қарайды деп Мұхтар Әуезовтің бала би деген журналда осындай сөз бар, қанат сөз. Сондықтан да алысқа қарай ұмтылуымыз керек. Алыс дегеніміз биікке қарай өрлеуіміз керек. Сол бұл медальдің иегері болу енді әркімге бере бермейді, ол мұғалімнің несі, эталоны дейміз ғой. Яғни Ыбырай Алтынсарин медалі еңбегіңіздің де жемісі және үлкен жауапкершілікті де өз мойнына артады. Яғни сіздің ұстаздық жолыңыздағы ең үлкен бақыт не? Ұстаздық жолындағы ең үлкен бақыт менің алдымдағы шәкірттерімнің 45 минут сабақ берген кездегі я деген емес, сабақты түсіндіңдер ме, көңіл күйлерің қалай деген я емес, олардың сенің саған қарағанда қуанышты жүзін көрген мен үшін бақыт. Әр 45 минут немесе алдыңнан шыға келген сенің сабағыңды күтіп тұрған шәкіртпен және сабағым аяқталғаннан кейін сау болыңыз, күніңіз сәтті өтсін, осындай тілектер естігенде мен сол сыныптан сондай бақытты болып шығамын. Маған осыдан артық еш нәрсе керек жоқ. Светлана Нұрғазықызы, мен сізді мектепте көрем. Сіз өмірі бір шаршап, қабағыңызды түйіп жүрмейсіз. Бір қызықты сұрақ қояйын. Сіз әр уақытта жайдары, жарқылдап, өзіңіздің мынау жасыңызға қарамай күлімдеп жүресіз. Сол күшті қайдан аласыз? Ұстаз, мұғалім әрдайым күн шуақты іспеттес болуың керек. Күн сияқты жайнап тұруың керек. Сонда сен жан-жағыңдағы ұжымыңа да, алдыңдағы шәкіртіңе де, жаныңда өтіп бара жатқан мына біздің кіші қызметкерлер де сенімен күліп амандасса, сен оған сол күлімдеп жауап берсең, соның өзі саған шабыт береді. Жұмысыңа ары қарай, мектепке оң аяғыңмен кірген кезде, бісміллә деп кірген кезде, сен барлық нәрсені ұмытуың керек. Сонда сен өзіңе де күш бересің. Ұлы Абай атамыздың мынау 3 несі бар. Адамның бойындағы 3 нәрсе. Бойыңда сенің күш болу керек. Өзіңді жеңе беретін ақыл болу керек. Және үлкен адамгершілік тұрғыдан қарайтын адамгершілік бірінші болу керек. Ұлық болсаң кішік бол дейді. Осыны әрдайым өзіңе жадыңда ұстап жүруің керек. Сонда ғана сен барлығы жақсы бол. Мектеп деген ол әр ұстаздың екінші отбасы. Мен өзім бірінші қоямын, шын айтсам. Өйткені мен жақсы көремін. Бала оқушыларсыз, мектепсіз өмірді елестете алмаймын. Рахмет, Светлана Нұрғазықызы. Біздің сұхбатымызды қорытындылай келе, ұстаздықты бір сөйлеммен қалай сипаттар едіңіз? Ұстаз мемлекетіміздің ең басты тұлғасы. Жеке тұлғаны тәрбиелеуші, жан жағына нұр себетін күн шуақ. Осылай. Жақсы, рахмет. Бұл бір сөйлем ғой, ортасына өтірік қойып қана жазып отырсыз. Жақсы. Рахмет, Светлана Нұрғазықызы. Өзіңіздің ой-ұшқырлығыңызбен, өзіңіздің даналығыңызбен, өзіңіздің парасаттылығыңызбен, өзіңіздің өмір жолыңызбен келіп бізбен бөлісіп отырғаныңызға сізге алғысым шексіз. Сіздерге де осы сыршыл ақын, ақиық ақын, Алаштың ұлы, ардақты ұлы Мағжан Жұмабаевтың атындағы мектеп гимназиямыз әрдайым биіктен көрініп,
дарынды шәкірттеріміз көп болып, дарынды да талантты тәрбиелейтін шәкірттер тәрбиелейтін ұстаздарымыз көп болсын. Сізге де еңбегіңіз жемісті болсын, Қарлаш Келесқызы. Мына жобаға тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет. Келесі сұхбат еркін форматта болады. Ол әрине құпия. Көріңіздер, күтіңіздер.